Қайырлы күн баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін ең дәмді, ең оңай дайындалатын Орео пирогын дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге қамырын дайындау үшін бір жұмыртқа керек, 30 грамм шекер, екеуін жақсылап араластырып, ерітілген сары майын құямыз. Содан соң 170 грамм ұн салып, 1 чайная ложка разрыхлитель саламыз. Екеуін жақсылап араластырып, осындай жұмсақ тесті шығарамыз. Дайын болған қамырды морозильникке салып 30 минутқа қатырып аламыз. Достар, сонымен қатар ұнды артық немесе кем салмаймыз. Мен айтқандай граммда саламыз, барлығын өлшем бойынша салсаңыздар, сіздердің пирогтарыңыз өте идеально шығады. Начинкасын жасауға 2 жұмыртқа керек, 80 грамм шекер, екеуін жақсылап араластырамыз. Содан соң 20% 400 грамм қаймақ саламыз. 20 грамм кукурузный крахмал. Содан соң Орео печеньесін салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Қызып тұрған пеште 120 градуста 60 минутқа салып пісіріп аламыз. Міне біздің пирогымыз дайын болды, өте әдемі, жұп-жұмсақ шықты. Менің рецептім бойынша дайындап көріңіз, ас болсын. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.